Ассалаумағалейкум звукорежиссер қауым. Сіздер Атакент Рекордс каналындасыздар. Сіздермен Ерке Али. Бірінші сабақтан кейін, бірінші видеодан кейін көптеген тілектер, көптеген сұрақтар келді. Бір уақытта 50-60 адаммен сөйлесу оңайға соқпады. Көп рахмет тілектеріңізге, ниеттеріңізге. Және бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша мелодайн тақырыбын өтеміз. Өйткені мелодайн студияның ең маңызды құралы, ең маңызды деп айтайын, міндетті түрде керек болады. Сондықтан бүгін біз қандай дауыспен жұмыс істейміз көріп алайық. Бұл мен қолданатын программам Cubase 8. Cubase 5-тен дым айырмашылығы жоқ. Тіпті Nuendo 4-те де қолдансаңыздар болады бұл тәсілді. Және бірінші сабақтағы, бірінші видеодағы тәсілдерді. Сондықтан еш қиындығы жоқ деп ойлаймын, мен түсінген шығарсыздар. Ары қарай жалғастырайық. Бүгін қандай дауыспен жұмыс істеу керек бізге? Тыңдап көрейік. Өйткені бұл дауыс нотадан өте алыс. Қаны тыңдап көрейік. Жанашырым мана, дарашыным мана, барасылым мана, шуағымсың, бақпанымсың нәге, зор бағымсың нәге. Осы да жетер, көріп отқандарыңыздай нотадан өте алыс. Осыны дәл нотасымен бізге жөндеп шығу керек. Ол біздің мақсат дәл қазіргі. Бұны сарымен боялған дауысты, ал жасылмен боялған дауыс осының копировать етілген версиясы. Өйткені жасап болғаннан кейін жасалмаған дауыс пен жасалған дауысты салыстырамыз. Так, бізге ыңғайлы болу үшін экранға сары дорожканы жоғары қарай шығарып алайық. Себебі мына жерге қазір мелодайн ашылады. Сондықтан қалай мелодайнға басамыз? Бірінші тәсіл, бірінші қозғалыс. Inserts каналды жақсы білулеріңіз керек. Бірінші сабақты көрсеңіздер, Inserts ашамыз. Церемоний мелодайн деген тауып аламыз. Міне мелодайн ашылды. Мендегі версия 4-ші версия. Мелодайнның 3-ші версиясы. 3-ші версиясы болуы мүмкін кейбіреулерінде, бірақ бәрі бірдей, ішіндегі құралдар және жұмыс істеу принципі бәрінде бірдей. Үлкейтіп алайық, ыңғайлы болу үшін. Бізге енді барлық дауысты жөндеп уақыт құртудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі бізге басыңғы 3 қатарын жөндеп алсақ, мына жерін соның өзі үлкен жетістік болайын деп тұр. Қаны енді мелодайнға басу үшін мынау трансфер деген батырманы басып қою керек. Міндетті түрде қызыл жанып тұру керек. Содан кейін басатын жерден бастап белгілеп аламыз. Міне бізге мына жерден бастап керек. Ары қарай не істейміз? Ары қарай пробелді, клавиатурадағы пробелді немесе плейді баса саламыз. Ал кеттік басайық. Мелодайнға міне плейді басам. Жанашырым мана, дарашыным мана, барасылым мана, шуағымсың. Осы жерін жөндеп алайық. Бірінші осы 3 қатарды, бұның өзі бізге қиынға соғуы мүмкін. Себебі дауысын естіп отырсыңыздар. Нотадан өте алыс. Мінекей үлкейтіп алайық, ыңғайлы болу үшін. Мұның ішіндегі ноталарды қалай түсінеміз? Міне қара жолдар, қарамен белгіленіп тұрған жолдар. Бұл пианинодағы қара пернелер. Қара пернелер, диез, бемоль деген, егер нотаны түсінсеңіздер. Нотаны түсінбесеңіздер, ондай қатты маңызы жоқ. Мұна ақ пернелер, ақ жолдар, әр пианинодағы ақ пернелер. Яғни до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Мына жерден бастап до, ре, ми. Нота түсінсеңіздер, нота түсінбесеңіздер, оның қатты маңызы жоқ. Бастысы сіздерде слух болса болғаны. Ал ары қарай мына батырманың мелодайнға келіп батырманың оң жағын бассақ, құралдар шығады. Мына құралдар, мынау нотаны орнына әрі-бері жылжытуға болады. Мына құралдармен вибрациясын дірілдеген дауыстарын түзеуге болады дегендей. Мына құрал дауыстың жіңішке жуан қылуын қадағалайды. Мына құрал дауысты өшіріп тастап немесе дауыстың қатты шығуын, жай шығуын осымен басқарсаңыздар болады. А мына құрал ритмін жөндеу. Мына құрал қырқып қазір жұмыс барысында көре жатасыздар. Мінекей бізге бірінші керек құрал, мұнаны екінші құралды алып алайық.
бәрін бір нені белгілеп аламыз, бір сөйлемді 2 рет бассақ, батырманың сол жағын, мышканың сол жағындағы батырманы 2 рет бассақ, дәл нотасына түсіріп тұр. Бірақ бұл нота дұрыс емес, бұл нотаны қазір жөндейміз. Одан кейінгі тәсіл, одан кейінгі қозғалыс бізге қырқатын құрал керек. Міне ең шеткі аламыз, мына дыханияны қырқып тастаймыз. Бұл дыханияны бізге жай қою керек, және басындағы бір тыңдап көрейік, не істеу керек бізге. Бірінші мына дауыс бізге керек емес, естіп тұрған шығарсыздар қандай дауыс екен. Жай қоямыз, астыға қарай тартсаңыздар жай болады. Үстінен 2 рет бассаңыздар өшіп қалады мүлдем. Сондықтан бізге өшкені қатты керек емес, басындағы дыхания оригинальный естілу үшін дыхания керек. Жанашырым мана Дегенде қатты естіліп тұр. Жай ғана қоя салайық. Ал келесі тәсіліміз, қайттан екінші құралды таңдаймыз. Мышканы оң жақ батырмасын басып, ал нотаны тексеріп көрейік. Жанашырым Көрдіңіздер, естіп жөндеуге болады. Жанашырым ана деп түсіру керек. Жанашырым мана Жанашырым мана Ана болып түсу керек шығар. Қазір жөндеп көрейік. Жоқ, на деген түсірудің қажет жоқ. Бізге так, мұнан бөліп ана болып түскен дұрыс сияқты. Жанашырым мана Ал бұның дірілін кетіру үшін тағы да үстіне қатты белгілеп аламыз бүкіл нені. Сондықтан екінші құралды астындағы, мынау ортасындағы құралды таңдаймыз. Кішкене бізге дірілін басу керек. Дірілін бассақ, мінекей, өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар. Түзелген сияқты, тағы да бір тыңдап көрейік. Жанашырым мана Кішкене переходтары, нотаның арасында переходтары қатты болып тұр, электронный болып тұр. Сондықтан мынандай бұрышына апарсақ, немесе кез келген нотаны бұрышына апарсақ, бүйтіп тартуға болады. Тартқаннан кейін тағы бір тыңдап көреміз. Жанашырым мана Дарашыным Екінші қатардағы сөйлемдерді дәл солай жөндейміз. Дарашыңым мана деген дәл осылай түсіру керек бізге. Жаңағыдай белгілеп аламыз екінші құралмен. Сосын 2 рет үстінен батырмамен сол жағын басамыз. Жоқ, құлақпен тыңдап отырамыз. Да деген жерге апару керек. Ра, өздеріңіз нота түсінбесеңіздер, өздеріңіз айтып отырып, сол слухпен жөндеген оңайырақ болады. Қазір бізге қырқатын құрал керек бұл жерге. Мінекей. 2 рет бассақ, ровно түседі. Дарашыным мана Деген дыханияны тағы да бізге жай қою керек. Көріп отырсыздар, оң жақ батырмамен тез жұмыс істеуге болады. Құралдар таңдап отырып. Мінекей. Дарашыным мана Бізге де тағы да жаңағыдай тәсіл керек. Біз мына екінші құралдағы ортасында құралды таңдап аламыз, вибрациясын, дірілін басу үшін. Бізге дірілін басу керек, өйткені ноталар айдалаға кетіп жатыр. Мінекей. Тағы да бізге переходтарын мынандай кез келген нотаның ортасына апарсақ, былай белгілі тартып тастауға болады, переходтары электронный болмас үшін. Дарашыным мана Көрдіңіздер ғой. Яғни бастапқыдан әлдеқайда жақсы естіліп жатыр. Өлең айта алатын адам сияқты да. Жанашырым мана Дарашыным мана
үлкен өзгеріс бар. Дыханиялар жай шығады. Енді қатты шығарудың қажеті жоқ. Кішкене естілмей қалыпты. Кішкене тағы да шығарып қояйық. Жанашырым ана, дарашыным ана, барасылым ана, шуа. Енді бізге үшінші қатар жөндеу керек. Яғни тағы да екінші құралды таңдаймыз. Бәрін белгілеп аламыз. 2 рет басамыз. Сол жақ батырмамен мышканың. Барасылым ана. Дәл солай шығаруымыз керек. Біздегі мақсат. Көрдіңіздер ғой, мен тыңдап отырып, қойып жатырмын ноталар. Барасылым ана. Барасылым. Жоғары кету керек. Ана деп түсу керек. Ана. А2 нотада. Ана. Барасылым ана. Ана деп түсіп тұр екен бұл кісінің даусындағы ноталар. Барасылым ана, шуағымсың. Шуағымсың. Аз көрейік. Барасылым ана, шуағымсың. Мұна батырманы алып қақ ортасына апарсақ, кішкене былай азайтуға болады бұл нотаны бірден. Барасылым ана, шуағымсың. Барасылым ана, шуағымсың. Тағы да жаңағы тәсілді қолданамыз, жай ғана вибрациясын басамыз. Барасылым ана, шуағымсың. Барасылым ана, шуағымсың. Ана. Барасылым ана, шуағымсың. Сың деуге де болады. Оны әрине креативті ойланатындар солай жасайды. Қазір тағы да көрейік. Барасылым ана, шуағымсың. Жоқ, дұрыс емес. Өте қате шешім. Сондықтан осылай қала берген дұрыс сияқты, мен ойымша. Барасылым ана, шуағымсың. Мынандай переходтарды орнына түсіру үшін бүйтіп ортасынан бір бөлсек, переходтары дұрыс алады. Так. Барасылым ана, шуағымсың. Тыңдап көрейік басынан бір. Жанашырым ана, дарашыным ана, барасылым ана, шуағымсың. Енді не қорытындылаймыз бұдан? Мысалға, мынаны түсіндіріп өтейін тағы бір рет. Мына сызықтар ішіндегі битіп келіп тұрған ноталар бұлар. Ноталар. Көрдіңіздер ғой, нота қалай бір-біріне переход жасап тұрғандарын, мына сызықтар. Мына сыртындағы үлкен нелер дауыстың динамикасы, яғни дауыстың громкости. Жай ма, кішкентай қатты ма, соны біліп отырасыздар. Мынаумен мысалға қат шығарып қоюға болады. Жанашыр. Бұл дауыстың динамикасы. Нота емес, нота мынау сызықтар. Сызықпен белгіленіп тұр. Ноталарды дәл өйстіп қойып шығасыздар, динамикасымен қосып. Ал енді біздің жұмысымыздың қорытындысын тыңдап көрейік. Қайттан астыға түсіріп алайық. Бірінші жасалмаған дауысын тыңдайық. Жасалмаған дауысын тыңдайық, сосын көрейік ары қарай. Так. Міне жасалмаған дауыс, кеттік. Жанашырым ана, дарашыным ана, барасылым ана, шуағымсың.
жасалған дауысты тыңдайық біздің Мелодайнмен. Жанашырым ана, дарашыным ана, барасылым ана, шуағымсың. Сіздерге көп көмегі тиді деп ойлаймын. Мелодайның қыр-сырын түсініп отырсыздар. Міне осылай жетістікке жетуге болады. Әнші емес адамды примерно әнші қылып жіберуге болады. Жақсы әнші адамды әдемі әнші қылып жіберуге болады. Мен сіздерге көп көмегім тиді деп ойлаймын. Менің көмегім осы болса, сіздердің көмегіңіз коммент жазып, лайк басып, каналға тіркелу болсын. Себебі менің видеомды трендке шығарады. Сондықтан сіздерден сондай көмек күтем. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көп алғыс. Келесі сабақта кездескенше сұрақтарыңызды ұялмай қойып отырыңыздар. Аман болыңыздар.